Қымбатты көрермендер, енді ғана қосылғандарыңыз болса, бүгінгі таңдарыңыз нұрлы болсын дегіміз келеді. Таңсыз шолпанды тікелей эфирде одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты телекөрермен, бүгіннен бастап елімізде коронавирусқа қарсы вакцина салу жүргізіледі. Жаппай вакцинациялау кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Екпе жөнінде толық мәлімет білу үшін біз студиямызға Денсаулық сақтау министрлігі жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бегенов мырзаны шақырып отырмыз. Қарсы алайық студиямызға. Жұмабек мырза, қош келдіңіз. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Төрлетіңіз. Төрге шығыңыз. Келіңіз. Енді ел халыққа осы төрге келіңіз. Бүгіннен басталатын мынау вакцинациялау жөнінде ақпарат берсек дейміз. Қымбатты телекөрермен, енді сұхбатымызды бастамас бұрын алдымен шағын ғана сюжетке кезек беріп көріп алсақ, одан соң дәл осы тақырыпты одан әрі өрбітеміз. Бүгін қазақстандықтарға коронавирусқа қарсы ресейлік Спутник V вакцинасын егудің алғашқы кезеңі басталады. Жалпы 2021 жылдың аяғына дейін 6 миллион адамға екпе салынады деп жоспарланған. Ал бұл процестің өзі 6 кезеңнен тұрмақ. Бірінші кезекте бізде дәрігерлер, яғни инфекциялық ауруханалардың дәрігерлері, сонымен қатар жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері, жансақтау бөлімінің дәрігерлері, санитарлық эпидемиологтар ең бірінші кезеңде бастайды. Екінші кезеңде бізде ұстаздар, оқытушылар, сонымен қатар күш құрамдарының өкілдері. Бұл тізім ары қарай мектеп-интернат педагогтары, балабақша тәрбиешілермен жалғасады. Айта кету керек, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің 77-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары профилактикалық вакциналаудан бас тартуға құқығы бар. Ал келіссеңіз, алдымен дәрігерлердің қатаң тексеруінен өтесіз. Кейін жазбаша хат арқылы екпеге рұқсат аласыз. Мамандар вакцинаның алғашқы әсерін қалыпты жағдай деп қабылдауға шақырады. Вакцинаны салғаннан кейін бірнеше күн сізде жаңағы антиденелердің көтерілуі болады. Сол уақытта сіз ауырмауыңыз керек. 3 күнге дейін дене қызуыңыз көтерілуі мүмкін. Жай күйіңіздің, өзіңіздің көңіл күйіңіз төмен түсуі мүмкін. Сонымен қатарда вакцинаны салған орын қызарып, не болмаса ісіп тұруы мүмкін. Одан қорқудың қажеті жоқ. Ал бұрын коронавируспен ауырғандарға вакцина егудің қажеті жоқ. Себебі олардың организмінде вирусқа қарсы антидене қалыптасқан. Ал ол инфекцияны жолатпайды. Бұрын ауырғандарға тек 6 айдан кейін ғана екпе салдыруға кеңес береді. Сондай-ақ вакцинацияға жіберілмейтін де топтар бар. Вакцинаны екі қабат әйелдерге және баласын емізіп жатқан әйелдерге қабылдауға болмайды. Сонымен қатар қазіргі уақытта коронавирус инфекциясымен ауырып жатқан азаматтарға қабылдауға болмайды. Коронавирус инфекциясымен ауырып жатқан азаматтармен қарым-қатынаста болып, қазіргі уақытта карантинде жатсаңыз, вакцинаны қабылдауға болмайды. Аталған вакцинаның күші де антидене секілді ағзаны 6 айдан 1 жылға дейін вирустан қорғай алады. Сондықтан алдағы уақытта екпе жұмыстары жыл сайын жүргізілуі мүмкін. Ақпан айының басында біз Спутник V Ресейден келген вакцинаны саламыз. Және де ақпан айының 15-ші жұлдызынан бастап Спутник V вакцинасының Қарағанды облысында өндірілген гамма-вак-ковид вакцинасын саламыз. Және де 3-ші фазалық тексеруден оң нәтиже алғаннан кейін өзіміздің отандық қазақстандық вакцинаны үстіміздегі жылдың 2-ші тоқсанынан бастап салуға қосылады деп үміттіміз. Ресейлік Спутник V вакцинасы қазір Венгрия, Біріккен Араб Әмірліктері, Аргентина секілді әлемнің бірқатар елінде қолданысқа енген. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің болжамына сәйкес 2 миллион адамға салынатын екпе вирус жұқтырғандар санын 40 мыңға дейін азайтады. Сондықтан вакцинация қазіргі уақытта әлем бойынша вирусты тоқтатудың жалғыз ғана жолы. Дәл солай, неке енді сюжеттен көріп кеттік. Жұмайға жалғастырсақ, осы тақырыпты бүгін 1 ақпан вакцинациялау процесі енді қалай басталады, жүргізіледі, одан ары жалғайық. Енді өздерің біліп отқандай, қазір бұл пандемияның ең бірінші, ең табиғи дейміз ғой, енді өмірдегі
өткен тәжірибеден өткен нәрсе бұл вакцинациялау арқылы бетін ғана қайтара аламыз. Соның енді бүгін Қазақстанға да бүгін алғашқы күн бастайын деп жатқан. Қазіргі таңда енді бүгінгі жоспар бойынша қаладағы 6-шы поликлиникада біздің нұрсұлтандық азаматтарды алғашқы егулерді бастаймыз. Бұл жаңағы ресейлік вакцина. Ресейлік спутник V вакцинасымен. Ол білесіздер, мынау Россияның ең тәжірибесі мол, көп жылдық тәжірибесі Гамалей атындағы микробиологиялық иммунологиялық ғылыми орталықтың жасаған ең сенімді деген дүние жүзіндегі вакциналарының бірі болып саналады. Бұл Ресейде салынып жатыр ғой. Әрине, қазір мыңдаған, 100 мыңдаған адамдар күніге алып жатыр. Оның нәтижесімен көз қарақты адамдар кәдімгі мынау ақпарат беттерінде танысып жатыр. Нәтижелері жаман емес. Қазірге одан бір асқынулар, емесе оның бір салдарынан зардап шегіп жатқандар жоқ. Тәжірибеде бар. Тәжірибе баршылық. Енді кімдер салынады бүгін? Бүгін мына өзіңіз белгілі болғандай, осы ковид пен алғашқы немесе күнделікті кездесіп отқан мына дәрігер. Онда да дәрігерлерді мына жұқпалы аурулар бөлімінде істейтіндер. Сосын мынау күнделікті не дейміз ғой, жедел жәрдемнің тасымалдаушы дәрігерлер. Сосын мына аса жаңағы интенсивті терапия дейміз ғой, сонда жәрдем ауыр жағдайдағы ауруларды емдеп жатқан дәрігерлер. Сосын мына аурудың ошақтарына баратын эпидемиолог дәрігерлерге жасалады. Бірінші кезекте дәрігерлердің осы топтарына жоспарланып отыр. Бұл бірінші кезек дегеніміз 15-іне дейін, Иә. Осы бүгінгі басталған бірінші келген партия осы азаматтарға жасалды. Одан кейін біздің Қарағандыдан шыққан вакцина. Одан кейін жаңа өзің айтып отқан осы спутник V-дің бірақ Қазақстанда біздің Қарағанды облысында шығарылған. Иә, ковид-вак, гамма-ковид-вак дейміз ғой. Сол вакцина бірақ соның негізінде жасалған. Ол енді әрмен қарай біздің осы бірінші кезектегі кездесетін төтенше жағдайлар мекемелері дейміз, әскери құрамдағы адамдар дейміз, жалпы байланыстағы, сосын мұна мектеп үлкен топты адамдармен кездесетін мұғалімдерге осы топқа жасалынады. Әрмен қарай өзіңіз естіп отқанда, енді мартта біз үлкен жоба 600 мыңға дейін бір айда жасау үлкен жобасына жасаймыз. Ол кезде жалпы халықтың жасау басталады. Жалпы кезең-кезеңмен халықтың қанша пайызын қамту жоспарланып отыр? Енді бұл жылдың аяғына дейін жоспар бойынша 60%-ін қамту дейді оны халықтың. Сол кезде мына коллективтік иммунитет пайда болады дейді. Бұл коллективтік иммунитеттің пайдасы сол, мысалға, бұл иммундық заттарды, вакциналарды қабылдай алмайтын адамдар бар бізде. Өздеріңіз білесіз, 18 жасқа дейінгі балалар, олардың иммундық системасы жетілдіру үстінде, пайда болу үстінде, оларға, сосын және мына иммундық системасы шаршай бастаған 65-тен асқан қарттар бар. Немесе өмірде мына иммундық препараттарды қабылдай алмайтын, табиғи өздерінің жаратылысына, мысалға, аллергиялық топтар бар. Жаңағы ұзақ созылмалы аурулар, әсіресе нерв жүйесі ауыратындар бар. Басқа да денсаулығына байланысты қабылдай алмайтын топтар бар. Осыларға біздің вакцина алып коллективтік иммунитетті сақтай отырып, біз осы бауырларымыз бен туысқандарымыздың өмірінде сақтаймыз. Соған біз жауапкершілікпен қарауымыз керек. 18 жасқа дейінгі балаларға салынбайды? Қазіргі таңда салынбайды. Бірақ зерттелу үстінде. Ал енді вакцина ерікті түрде, яғни салдырам деген адам салдырады? Әрбір келген адамға дәрігер таныстырады, сіздің салғанға, салмауға еркіңіз бар. Оған және жазбаша түрде өзіңіз қолхат бере аласыз. Жаңа салынатын топқа жатпай, мысалы кез келген Қазақстан Республикасының азаматы барып, ерікті түрде салдырам десе? Міндетті түрде алуына толық құқы бар. Құқы бар. Ол және айтып отыр, ол сіздің ғана денсаулығыңыз емес, сіздің айналасыңыздағы бауырларыңыздың, ағайындарыңыздың, бірге істейтін коллективіңіздің де денсаулығы үшін керек. Осыны естен шығармау керек. Енді сонымен қатар вакцина салдырғаннан кейін ол дәрігердің бақылауында болады екен, да? Дәрігер салғаннан кейін оның технологиясы бекітілген. Бас санитарлық дәрігердің осы қалай өткізу, кімдерді өткізу, кезекпен өткізу, және мына өткізу жөніндегі, жасау жөніндегі
барлық ережелері бекітілген. Ол әдейі жаңа келген арнайы дайындалған бөлмелерде, арнайы жаңа бөлінген мамандар, солар жасайды. Және ол келген адамды міндетті түрде тексеруден өткізеді. Әуелі. Сұранысы бойынша, иә. Ол кісіде температура болмау керек, ауырып тұрмау керек. Ауырған адаммен контактте, ол болған адам контактте жүрген болмау керек 14 күн өтпейінше. Сондай жағдайлардың және температурасы басқа да қарама-қайшылық болатын белгілер болмау керек ол кісіде. Сосын жасағаннан кейін ол міндеттерде арнайы белгі тағылады ол кісіге. Жаңағы басқа бөлім есіктен шығып, күту бөлмесі бар. Онда жарты сағат міндетті түрде дәрігердің бақылауында. Салдырғаннан кейін жарты сағат күтеді. Жарты сағаттан кейін. Өйткені ол жаңағы табиғи мына келген денеге адамның өзінің реакциясы болады. Шамалы температура көтерілуі мүмкін. Жаңағы салынған жердің қызарып, немесе бұлшықеттардың ауыруы мүмкін. Болмаса жаңа айтқан күтпеген реакциялар да беруі мүмкін. Адамның организмендік кейде әртүрлі ол болады. Біз білетін жағдай болады. Бұл білмейтін жағдайда болады. Сондықтан соның алдын алу үшін ол адамды 30 жарты сағат көлемінде бақылауда болып, содан кейін үйіне жіберіледі. Бірақ ол 3 күнге дейін мына учаскелік дейміз ғой. Учаскелік терапевттердің бақылауында болады. Хабарласып тұрады, өзінің реакциясы туралы айтып, егер оғаш реакциялар болатын болса, міндетті түрде дәрігерге хабарлап, онымен байланысты болады. 3 күннің ішінде. 3 күннің ішінде. Енді иммундық деген антидене пайда болу керек қой. Біз өйткені біз вакцинация дегенне, бұл мына ковид ауруы туралы сіздің организміңізге информация былайынша беру. Оның жаңағы вакцинаның түрлері көп. Өлтірілген немесе әсерленген түрлері бар. Болмаса оның бір дербес фрагменттерін алып, вектор басқа бір вируспен арқылы кіргізу әдеттері бар. Болмаса синтезделген оның бір биологын қолдан жасап, сол арқылы жасау бар. Оның технологиялық түрлері көп. Соның мысалға қайсының да бірақ негізгі оның қасиеті организмге кіргенде ол ауру туралы сізге информация жеткізіп, сіздің осы иммундық системаның осы ауруға қарсы дайындығын күшейту организм. Қарсы күресетін антиденелердің пайда болуы. Ол бөлу үшін әрине уақыт керек. Ол 2-7-ден 3-7-ге дейін созылады. 14 күннен ең кем 21 күнге дейін. Неге біз 21 күннен кейін екінші кезекте деп не істейміз? 21 күнде сізде мына ковидке қарсы антиденелер пайда болуы керек. Осы уақытта біз сізде болмаған уақытта сақтық шараларын сақтауды сұраймыз әрмен қарайды. Маска кию, дистанция, ара қашықтықты сақтау, көпшілік жерге бармау. Ол тұрақты түрде енді әркез қалатын нәрсе ол. Әркезді қалатын нәрсе, бірақ сол осы 21 күнде аса естен шығармау керек. Сізде әбден антидене пайда болып, сізде иммунитет пайда болғанға дейін. Енді вакцина кімдерге тегін? Бұл жалпы бәріне де тегін. Негізі біз арнайы контингентке есептелген болатын. Қазіргі таңда енді мына қоғамдық сақтандыру қоры арқылы барлық азаматтарға қордың есебінен жүргізіледі. Енді тақырыбымызды түйіндесек, вакциналау жалпы осы бір әлемдік пандемияның алдын алатын бірден бір тәсіл. Бірден бір біздің қарсы күресіміз. Сіз қазір қараңыз, әлемде бұл вакцинаға қол жетпеген елдер жүздеп, адамдар миллиондап қол жетпей отыр. Осыны естен шығармауымыз керек. Біз Қазақстан бұған дәрігерлерінің үлкен жұмыстар жүргізілді. Үкіметіміз бұған үлкен шешім қабылдап отыр. Үкіметтің есебінен сатып алып, және Ресей мемлекетімен уақытында жүргізілген келіссөздің арқасында біз уақытылы ол вакцинаны қазір алып отырмыз. Сіз алмаған елдердің тізімін қарасаңыз, қаншама елдер оған әлі келесі жылға кезекте тұр. Сондықтан біз оны өзімізге берілген мүмкіндікті бағалауымыз керек. Екіншіден, өзіңіздің денсаулығыңызды сақтау арқылы сіз бауырыңыздың, көршіңіздің, жалпы өзіміздің бауырларымыздың денсаулығын сақтайсыз. Осыны естен шығарма дер едім. Саулық сақтықта екен ұмытпай, қымбатты телекөрермен, енді біз вакцинациялау жөнінде аз кем ақпарат берген секілдіміз, және ең бастысы жақынымызға жанашыр болайық дейміз. Ал біз тікелей эфирде осымен тақырыбымызды тәмамдап, әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, және Таңшолпанда шағын ғана үзіліс.